Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Бүгін интернеттегі ақпараттар легін парақтап отырып, мына бір ақпаратты көзім шалып қалды. Шетелден келген журналист әйел Шымкенттен таксиге отырып Сарыағашқа бармақшы болады. Бірақ өкінішке орай Сарыағашқа бара жатқан таксист жол бойы шетелдік әйелдің ұятты жеріне қайта-қайта қол жүгіртіпті. Бұндай жағдай болса ұят болады деп ішінде сақтап қалатын бұл қазақтың әйелі емес, шетелден келген журналист әлеуметтік желісі арқылы осындай жағдай болды деп бүкіл әлемге жар салды. Осыған ұқсас оқиға осыдан бірнеше күн бұрын Ақтөбе қаласының мешітінде болды. Инстаграм, тикток парақшаларын жүргізетін өзін блогер санайтын әйел жамағатының бір өкілі мешітке келеді. Сол жерде үстіне жәләбе киген, сақал қойған, басында сәлдесі бар ер азамат уақытша некені сылтауратып төсектес болуға ұсыныс жасайды. Міне осы екі жағдай қазір Қазақстанның қоғамында қызу талқыға түсіп жатыр. Бірі ер азаматтарды кінәлі дейді, екінші тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді. Қыздың өзінен де бар, мүмкін қылмыңдаған шығар, намазын үйінде оқып отыра бермей ма, мешітте несі бар, мүмкін үстіндегі киімі дұрыс болмай таксисті азғырған шығар деген сияқты дүниелермен қыздарға жауып ер азаматын ақтап алғысы келеді. Жалпы осындай жағдайда қазақтың осы мақалы айтылады: тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді. Қазақ бұл мақалды көбіне некесіз қосылып қойса, немесе зорлық фактісі тіркелсе, қызға да күйе жағу үшін тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді деп айтады. Ал енді тана дегенде мал, бұқа дегенде мал. Осы мақал малға айтылған ба, жоқ адамға айтылған ба? Егер малға айтылған болатын болса, мал Құдайдың бойына кіргізіп қойған бағдарламасы арқылы жылына бір-ақ рет күйлейді. Сол кезде тана көзін сүзеді, бұқа жібін үзеді. Енді осы мақалды Санжар Керімбайдың экзистенциялық талдауымен талдап көрейік. Санжар Керімбай былай дейді: бұл әрине малға емес, 100% адамға арналған мақал. Бірақ қай адамға? Егер бүкіл адамға болатын болса, тана көзін сүзген сайын бұқа жібін үзе беретін болса, онда бүкіл еркек атаулыны шынжырлап мал сияқты ұстап қою керек. Себебі еркектің келесі әрекеті әйелге байланысты. Тана көзін сүзсе болды, еркек жібін үзе береді. Басында бостандығы жоқ. Құдай бойына берген құмарлықтың шектеуін құлттай алмайды. Ал енді бұл жайлы психология не дейді, әдебиет не дейді, дін не дейді? Тоқтап көрейік. Психология, Франкл не дейді? Бір бастық мини-юбка киіп келетін хатшысын шыдай алмай зорлап жіберді. Сөйтіп соттың залына барады. Сол жерде жәбірленуші: құрметті сот мырза, менің түк жазығым жоқ. Бұл қыз өзі күнде жұмысқа мини-юбка киіп келді, сонымен қоймай қылмыңдады. Мен шыдай алмадым, мен не істеймін, мен зорлап қойдым десе. Сот айтуы мүмкін ба? Ой, біреудің байғұс тым жақсы баласын бұздың ғой. Кінәнің бәрі өзіңнен, оңбаған мини-юбка киіп келіп нең бар еді деп қызға ұрса ма? Жоқ, ұрыспайды. Құдайдың бойына берген құмарлықты дізгіндей алмай, оған құлып салынмаған үшін зорлаған адамның көзіне көк шыбынды үймелетіп тұрып 15 жылға соттап жібереді. Ал енді әдебиет не дейді? Әдебиетте Лев Толстойдың «Отец Сергий» деген әңгімесі бар. Осы жерде бір офицердің оқиғасы бар. Офицер сүйгеніне қол жетпегеннен кейін мына дүниеден баз кешіп, әйел затынан баз кешіп, тақуа болып діннің жолына түсіп кетеді. Оның тақуалығы ел арасында әңгіме болады. Жеңіл жүрісті бір әйел: мен сендерге көрсетейін бұл тақуаны, мен қалайда бұны азғырам деп, әдейі барып жаңа кісінің жататын жеріне жатып, киімін шешіп, офицерді азғыра бастайды. Қазір тақуалық жолда жүрген адамды. Енді ол да еркек болғаннан кейін азғыруға бойы көніп бар жатқанын біліп, бір саусағын кесіп тастайды. Осы саусағы ауырсынғаннан кейін басқа мәселені ұмытып, әйелдің жанына жоламайды. Міне осы еркектің тақуалығына қызығып, осыны азғырам деп келген жеңіл жүрісті әйел өзі тақуа болып кетеді. Ал дін не дейді? Қасиетті Құран-ы Кәрім, Жүсіп пайғамбардың уақиғасы. Жүсіп пайғамбарды ағалары перғауынға құл қылып керуенге сатып жібереді, керуеннен құл қылып перғауынның сарайына түседі. Міне оның сұлулығына бүкіл перғауынның гареміндегі әйел затының барлығы ғашық болады. Тіпті перғауынның әйелі Злейханың өзі ғашық болғандығы соншалық, ашық түрде айтатын болсақ, онымен қосылу үшін арнайы бөлме дайындатады. Арнайы құстың мамығынан жасалған төсек дайындатады. Міне осындай өзінің ашық ойын айтады. Жүсіп Құдайдан қорқып бұл ойдан қашады. Злейха оны тартып тоқтатпақ болады. Сол кезде көйлегінің арты жыртылады. Осы мәселені біліп қойған перғауын жазықтыны жазаға тарту керек болып ашық сот жасайды. Сол жерде соттың үкімімен егер көйлегі алдынан жыртылған болса, Жүсіп кінәлі, артынан жыртылған болса, әйел кінәлі дейді. Көйлек артынан жыртылғандықтан Злейха кінәлі болып, Жүсіп ақталып шығады. Міне Жүсіптің осы адалдығына риза болған перғауын оны уәзір қылып, нәтижесінде Құдай оны сол елдің 7 жыл басшысы қылып, бүкіл елді соған бағындырып қояды.
Енді осы жерден шығатын қорытынды, бұл мақал бүкіл еркекке, бүкіл әйелге арналмаған. Бұл мақал малдың деңгейіне түскен адамдарға арналған. Өйткені кез келген еркектің бойында қанша тана көзін сүзсе де жібін үзбейтін қасиет берген. Тек бұқаның деңгейіне түсіп, малдың деңгейіне түсіп, жіпті жіберуге болмайды. Сондықтан ол мешітте қанша қылмаңдаса да, таксисте қандай ашық-шашық киінсе де, тіпті жаныңда тыр жалаңаш отырса да, бұқа сияқты жіпті үзбеу керек. Өйткені сен мал емес, адамсың. Міне Санжар Керімбай осы мақалды осылай талдап береді. Бұл мақал малға емес, адамға, оның ішінде малдың деңгейіне түскен адамға ғана айтылған. Тана көзін сүзсе де, бұқа жібін үзбеуге міндетті.